Бүгінгі таң ерекше еді. Күн шуағы терезеден түсіп тұр. Жанар апай әдеттегідей шай әзірлеп жатыр. Мен ішімнен бүгін мен сөйлеймін деп қайталай бердім. Бірақ сөз айту ең қиын нәрсе екен. Апай жай ғана жанымда отырды. Көзіме тура қарамады. Және де мені асықтырмады. Сол сәтте мен ол маған туыс еді. Бірақ мен оны солай қабылдаған емеспін, дедім ақырын. Апай басын изеді. Қолымнан ұстап, үндемей тыңдады. Ол менің бөлмеме түнде кіретін. Мен қимылдай алмай жататынмын. Даусым дірілдеді. Бірақ мен тоқтамай жалғастырдым. Мен өзімді кінәлі сезінгем, ұялғам. Бірақ енді мен білем, менің кінәм емес. Жанар апай көзіне жас алып, маған еңкейіп: сенің еш кінән жоқ, жаным. Сен аман қалған батырсың. Енді ешкім саған тимейді. Сол сөз менің ішімдегі тас қабырғаны сәл-пәл жарып өтті. Мен алғаш рет өзімді шек көрмей тыңдадым. Сол күні мектепте әдебиет сабағында мұғалім тақтаға шығып: әркім өз жүрегіндегі үнсіз тақырып жайлы бір сөйлем жазсын, деді. Мен қаламды баяу ұстап ақ параққа. Мен бір күні айғайлап жіберем, бірақ ол айғай мені өлтірмейді. Ол мені тірілтеді, деп жаздым. Бұл менің ішкі даусым еді. Сабақтан қайтып келе жатқанда, көше бұрышында әкемнің досының әйелі қарсы жолықты. Қайда жүрсің? Деді кекете. Әкең соңғы кезде ішпей жүр, үйге қайтсаңшы. Жүрегім дір етті. Бірақ мен бұрынғыдай емес едім. Мен енді өзімді кінәлі сезінгім келмейді. Бір сәтке тұрып қалып ішімнен: сен ешкімге қарыз емессің. Сосын байсалды түрде: ол менің әкем болса да, мені еш қорғаған жоқ. Енді мен өзімді өзім қорғаймын, дедім. Әйел үндемей қалды. Бұл сәт мен үшін үлкен жеңіс еді. Менің даусым шықты. Енді ол жоғалып кетпейді. Кешке үйге келгенде Жанар апай менің көзімнен бәрін таныды. Бүгін бір саты жоғары шықтың, деді күлімдеп. Қаласан бұл күнді өз күнін деп атайық. Жеңіс күнін. Мен шай ішіп отырып, жүрегімнің түпкірінен бір кішкентай шырақ жана бастағанын сездім. Кішкентай шырақ болса да, оны сөндірмеуге тырысамын.